Армысыздар, құрметті тыңдарман. Бүгін даналыққа толы ғұмыр айдарында береке табудың 18 түрлі жолын қарастырамыз. Береке Алла тағаланың нығметі. Араб тілінен енген береке, яғни баракат сөзі рахым деген мағынаны білдіреді екен. Анығын айтқанда, мұсылманның айналасындағы қоршап тұрған кез келген дүниеге Алла тағаланың шексіз рахымының түсуі. Адамзат баласы үнемі молшылық пен дәулетке кенелгісі келеді. Әйтсе де, Алла тағаланың нығметімен нәсіп болған байлық қана адамды анағұрлым бақыт ете түседі. Алланың берекесі сіңген болмашы ғана дүниенің өзі орасан зор пайдаға асады. Алланың берген өміріне мойынсұна отырып, ізгі ниетпен жасалған амалдарға берекет бітеді. Анығында, біз қандай жағдайда болмасын, мейлі ол отбасы ахуалы ма, бала-шаға, қарым-қатынас, денсаулық, тіпті қаржы мәселесінде де Алла тағаланың рахмына мұқтажбыз. Адам баласын Алланың рахмына бөлейтін игі амалдар бар. Енді сол амалдардың әр қайсысына тоқталатын болсақ. Бірінші, шынайы ықылас. Амал әрекеттеріңізге береке дарысын десеңіз, әрбір істі шынайы ықыласпен бастаңыз. Шынайы ықылас ислам дінінің негізі, және әрбір амал үшін ниетіне қарай үкім шығарылады. Әрбір ісіңіз Алланың разылығы үшін жасалғаны маңызды. Алланың разылығы үшін жасалмаған ешбір амалға береке дарымайды. Екінші, сенім және тақуалық. Құран кәрімде, егер сол ауылдардың тұрғындары иман келтіріп, Алланың азабынан сақтанса, әлбетте оларға жарылқау бар. Әрбір жақсылық есіктерін ашар едік. Көк пен жерден, әр тараптан рахым түсірер едік. Кімде-кім Алладан әмірлерін орындап, және тыйымдарынан тыйылса, қорықса, ол кез келген қиын жағдайдан шығар жол береді, және оған қорыққанға күтпеген жерден ризығын береді. Үшінші, Алла тағаладан үміт. Құранда, кім Аллаға тәуекел етсе, оған жеткілікті. Расында, Алла өз ісін соңына дейін аяқтайды, әрі Алла әр нәрсеге бір өлшем қойды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деген: егер Аллаға шынайы тәуекел еткен болсаңдар, ол сендерді де таңертең аш қарынмен ұшып, кешке ұясына тоқ болып оралатын құстарды азықтандырғаны секілді сендерді де ризықтандырар еді. Төртінші, Құран оқу. Берекеттің қайнар бұлағы осы. Құран кәрімде, бұл Құран саған түсірген, мүбәрак үлкен пайдасы бар, әрі өзінен бұрын түсірілгеннің ақиқатын растайтын бір кітап делінген. Қасиетті Құран кәрімді оқу арқылы қаншалықты мейірім мен рахымға бөленеріңізді ұмытпаңыз. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран кәрімнен оқылған әрбір әріп үшін сауап берілетінін, бұл сауаптың 10 есе арта түсетінін айтқан. Субханаллах, бұл сондай жеңіл амал. Бесінші, бисмилля. Мұсылманның әрбір іс-әрекеті қасиетті сөздермен және Алла тағаланың есімімен басталады. Әрбір амалыңды бисмиллямен бастасаң, Алланың разылығы мен рахмына ие боласың. Бисмилля ең қарапайым әрі қысқа дұға. Бұл дұға сізді шайтанның азғыруынан сақтайды. Алтыншы, ортақ дастархан. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисінде ортақ дастарханда береке бар деген. Сондай-ақ мына бір хадисте былай дейді: екі адамға жететін азығы бар адам үшіншісін шақырсын, ал кімде 4 адамға жететін азығы болса, 5-шісімен немесе 6-шысымен бөліссін. Жетінші, саудадағы адалдық. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: тұтынушы мен саудагер өзара мәмілеге келе алмаған жағдайда айғақты дәлелдерін ұсынуына болады. Ал осы тұста саудагер өз өнімін кем-кетігін ашып айтып, ақиқатқа жүгінер болса, оның саудасына береке дариды. Ал кейбір дүниені жасырып қалса,
Алланың нығметінен айырылады. 8. Дұға жасау. Алладан берекет сұраңыз. Дұға жаратушы мен оның құлы арасындағы байланыс. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өзі Алла тағаладан береке сұрап дұға еткен. Дұға ету арқылы Алла тағалаға жақындай түсесің және оның рахымы жауады. Жалпы, Алланың разылығын алуға бағытталған әрбір іске береке дарып, нығмет әкеледі. 9. Адал табыспен адалас. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала ізгілікті сүйеді, сондықтан тек қана игі амалдарды қабыл етеді деген. Бұл хадис Алланың рұқсатымен тұтынуға болатын тағамдарға қатысты айтылған. Анығында харам жолмен табыс тауып, харам асты жеген адам өзі қаласа да қаламаса да Алланың өміріне мойынсұнбаған саналады. Ал адал еңбекпен адал ас ішкен жанның жүрегі ықыласқа бөленеді. 10. Барлық істе Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам сүннетін ұстану. Бүкіл адамзат тарихындағы ең үлкен нығметке бөленген адам пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ол барлық мұсылман баласының үлгі тұтар тұлғасы. Біз одан үлгі алуымыз қажет. Пайғамбарымыздың сүннетін зерделеп, үлгі тұту арқылы бой түзеп, ізгілікті ұстанамыз. Сол арқылы Алла тағаланың рақымына бөленеміз. 11. Истихара дұғасын оқу. Истихара Алладан қандай да бір істің қайырын сұрап дұға ету. Ол істің артында әлде бір қиындық болса, содан пана тілеу. Мұсылман баласы әр құлшылығында Аллаға жүгініп, мына фәни дүниеде болсын, ақыретте болсын, өзінің қалауына қарағанда, жаратушының қалауы анағұрлым құнды екенін түсініп, қабыл алғаны жөн. 12. Алла тағалаға шүкіршілік. Құранда Алла тағала: егер шүкір етсеңдер, сендерге одан да көп беремін. Ал егер шүкіршілік етпесеңдер, менің азабым ауыр. 13. Қайырымдылық. Құдси хадисте Алла тағала: ей адам баласы, қайырымдылық жаса, мен де саған қайырым қыламын дегенін айтады. Берекет табудың ең жылдам жолы мұқтаждарға көмектесу, зекет және садақа беру. Садақаны тек ақшамен ғана емес, жылы сөзбен де беруге болады. Өзгелерге қол ұшын созу арқылы жүректер күнәдан тазарып, Алланың рахымы түседі. 14. Туыстық байланыстарды нығайту. Құранда Алла тағала былай дейді: Алладан, оның қаһарынан қорқыңдар және туыстық байланыстарды үзуден сақтаныңдар. Расында Алла сендерді бақылап тұрады. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кім ұзақ өмір сүргісі келсе және кім отбасына береке кіргізгісі келсе, туған туыстарын есіне алсын деген екен. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хадисінде былай дейді: Алла тағала айтады: мен рахымдымын және мен туыстық байланыс орнатып, оған өз есімімді бердім. Туыстарымен жақсы қарым-қатынас жасағандармен біргемін, ал байланысын үзгендермен мен де байланысымды үземін. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: Алла тағала үмметім үшін алғашқы сағаттарды берекелі қылды деген. Тәһәжүдке тұрыңыз, таң намазын оқыңыз. Алланың рахымы түсетін қадірлі уақытты өткізіп алып, өкінішке қалмаңыз. Жұмыс жүргізуде өзге уақытқа қарағанда тәуліктегі бұл сағаттар әлдеқайда өнімдірек. 16. Неке. Неке ізгі амал, және ол берекет әкеледі. Құранда былай дейді: ей мүміндер, өздеріңнен мүміндерден некесіздерді, ерлер мен әйелдерді, және қолдарыңдағы құл мен күңнің ішіндегі меншіктеріңнен және жөні түзулерін мүміндерді үйлендіріңдер. Егер олар еркін және бойдақ, кедей болса, бұл некеге кедергі емес, өйткені Алла оларды өз кеңшілігімен байытады. Неке
кедейліктен құтылуға себеп, және шын мәнінде Алла барлық нығмет иесі, құлдарының жағдайын толықтай білуші. 17. Намазды қалдырмаңыз. Уа пайғамбар, отбасыңа намаз оқуды бұйыр, және оған өзің де көңіл бөл. Біз Алла сенен көп нәрсе сұраймыз. Біз сені ризықтандырамыз, фәниде де, бақида да, және соңғы табыс тақуаларға тиесілі, Алладан қорыққандарға. Осы ғибадатсыз өміріңізді елестетіп көріңізші. Мұнда өмірде берекет болуы мүмкін бе? Намаз мұсылмандық ғибадаттың түп негізі. Онда Алла Тағала разылығының кілті бар. 18. Күнәларыңыздың кешірілуін сұраңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: кімде-кім Алладан үнемі кешірім тілесе, Алла Тағалаға оған кез келген қиындықтан шығудың жолын белгілеп, барлық уайымнан арылтады және күтпеген жерден ризық береді. Құрметті тыңдарман, Алла Тағала әрбірімізге берекет нәсіп етсін, мол сауаптан жазсын. Егер біздің бейнемізді пайдалы деп тапсаңыз, арнамызға жазылып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Әрбір тіркелу біз үшін өте маңызды, және сіздердің қолдауларыңыз арқылы қазақша арна дамып өркендейді. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.